достар деген ойынды жалғастыратын боламыз. Уже мен 89-шы матчқа келіп алдым. Қараңыздар, көп ойнадым. Неде 5-ші сезонда өттім. Достар, көп ойнадым. Еще достар, бірдеңе айтайын. Мен Реал Мадридке ауыстым достар. Қазір Барселонамен шығамыз. Барселонамен түсіруші мен 3 рет шықтым. Екеуінде жеңіске жеттім, біреуіне ұтылдым. Енді 4-шісі, ал 4-шісінде ұтсақ күшті болар еді негізі. Давай. Вородар мықты. Сейф шын жасайды. Опа. Алды. О, молодец. Пас бердім. Няқа бер. Так. Біз 14-ші номер біз қаншамыз? Так. Паспен. Гол. Молодец, Неймар. Достар, өткен бөлімде біз Неймар деп қойған болатынбыз. Жыр деп, яғни Junior фамилиясы. Сөйтіп қойған болатынбыз. Так. Егер толықтай түсіну үшін достар, алдыңғы бөлімді қарап кетіңіздер. Мбаппе сияқты етті ғой. Так. Опа, гол. Молодец, Неймар. Неймар Реалда жүрген айтам да. Ё-мо, ұтылып қаппыз ғой. 4-ге ұтылып қаппыз. Ё-мо, жарайды. Валенсиямен шығамыз енді. Так. Валенсиямен шығатын боламыз. Так, давай, пас бер. Ой, Валенсия сразу тепкенін айтам да. Кішкене шанс беріңдер. Давай, Реал. О, молодец. Сразу гол oldu. Так. Өзімізге берейік. О, давай. Ой, құлаттың. Бүйтіп жіберейін. Давай, қателеспеу керек. Молодец. Біз емеспіз. Біз гол соққан жоқпыз. Так. Достар, нерде көрсетіп кетейін. Біз міне Неймар жүр. Клуб Мадрид, яғни Мадрид деп қана қойған. Реал Мадрид, число 14. Яғни числоны мынандай сияқты достар, 14 сухой матч ұттық. Ал гол 91 деген ол кәдімгі 91, 90 матчты 91 еттік. А помочь ол, яғни нәтижелі пас берген 24. Достар, солай ғой деймін. Егер білсеңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен сіздерді сау болыңыздар.